Қайырлы күн достар, бүгін біз сіздермен майский ватрушки жасайтын боламыз. Міндетті түрде жасаңыздар, себебі өте дәмді әрі үйдегі бар заттардан жасалынатын тәтті бәліш. Ең алдымен қамырына кірісеміз. Қамырымызға жұмыртқамызды, қантымызды, тұзымызды, жылы сүтімізді және де сұйық майымызды, аштығымызды сала отырып, жұмсақ қамыр илеп алатын боламыз. Дайын болған қамырымызды 1 сағат орап жылы жерге қоямыз. 1 сағатта қамырымыз көтеріліп ашитын болады. Енді салмасына кірісейік. Салмасына мен творожный сырды пайдаландым. Сіздер творогты, яғни сүзбені пайдалансаңыздар да болады. Творожный сырымыздың үстіне жұмыртқа, қант және де қаймағымызды қосып, жақсылап қою маса болғанша миксерлеп алатын боламыз. Толық құрамның барлығы мен описанияға жазып кеттім. Сол жақтан толық құрамды көре аласыздар. Қамырымыз осылай үлпілдек болып көтерілді. Дайын болған қамырымызды теңдей 9 бөлікке бөліп аламыз. Табамызға осылай орналастырып, стақанның немесе пиалайдың көмегімен ортасын шұңғырлап алатын боламыз. Үстіне енді салмасын саламыз. Салмасын үлкен қасықпен 1 қасықтан немесе 1,5 қасықтан салсаңыздар болады. Дайын болғаннан кейін жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Бұл жұмыртқаның сарысы әдемі көрініс береді. Осылай шығады. Қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минут аралығында пісіресіздер. Сіздермен болған Динара, ас болсын.